Баршаңызға қайырлы күн. Қажым Жұмалиев атындағы Қаратөбе мектеп-гимназия жанында орналасқан Дарын интернатының тәрбиеленушісі Изат Вайолының Қылышқызы. Менің эко-ізім аудан сырттай байқауы таза ауа номинациясы. Жалпы біздің Дарын интернатында бұрыннан бері жас эколог ұйымы жұмыс жасап келе жатыр. Сол ұйымға мүше бола отыра, осы көктем мезгілі келген кезде тазалықты жаңғыртып, ауламызды жайнатып, бірнеше міндетті жұмыстарды атқарған болатынбыз. Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы деп Абай Құнанбаев айтпақшы, жас эколог ұйымның басты мақсаты Дарын интернатының ауласын көгалдандыру, ауламызды жайнату, тазалық жұмыстарын жүргізу. Көктем мезгілінде жасаған әрекеттерімізге ағаштарды әктеу, ағаш шырпу, жер қопсыту, гүлзарларды дайындау деген секілді басты міндеттер жатады. Ағаштарды шырпу. Көктем мезгілі келгендіктен жас эколог ретінде ағаштардың жақсы өсуіне жағдай жасап, өз септігімізді тигізген болатынбыз. Жер қопсыту, гүлзарлар мен бақшаларды егер алдындағы орнын дайындау арқылы маңызды үдерістердің бірін атқарды. Құрал-саймандар мен көптеген жерді дайындау арқылы осылай өз септігімізді тигізген болатынбыз. Келесі әктеу, аула жүйе орнату, тазалық жұмыстары. Яғни аула ішіне түрлі гүлдер өсіріп, егіп, оларды одан әрі гүл тұқымдарының жайқалып өсуіне өз септігімізді тигізіп, ауламызды көгалдандырдық. Келесі бізде жас көшеттерді суару, яғни топырақтың қонарлығы ағаштың өсуіне, өнуіне, жайқалуына көп септігін тигізеді. Сол арқылы осындай ауладағы жас көшеттерді суарып, одан әрі жайқалуына өз септігімізді тигіздік. Жалпы қорытындылай келе, жас эколог ретінде сіздерге айтарым, өз табиғатымызды сақтап, табиғатты аялай білейік, өйткені табиғат біздің ортақ үйіміз, отан анамыз.